Обана! Ассаламу алейкум жігітім, видеоға қош келдің. Бүгін мен сендерге бір шындықты айтуым керек. Кеше мен өзімді как-то әлсіз сезіндім. И әлсіз не в плане физически, а именно более ментально, что ли. Потому что сен әлсіз өзіңді физически никак сезіне алмайсың. Бәленің барлығы тек қана баста. И мен ойлан қалдым. Ведь когда-то бұл қате тұжырымдар менің де сенімділігімді құртып тұрды ғой. И может басқаларға да өзінің жаман әсерін тигізіп жатқан шығар деген маған ой келді. Сондықтан да бүгінгі видеода мен оны бөліскенде жөн көрдім. Өйткені сенде бұл қателіктерді жіберу ықтималдығын өте жоғары. Нөмір бірінші қателігіміз бұл жүрмей жатып айту. Сендер кездестірдіңдер ме бір адамды, который сендерге постоянно өзін не істейін деп жатқанын айта беретін. Ну, по крайней мере, в будущем не істейін деп жатқанын. Мен ондай адамды кездестірдім. Ол мен өзім. Мен бұрында жіберетін қателігім это то, что мен адамдарға айта беретін. Білесің бе? Мен скоро мықты бір бизнес ашайын деп жатырмын. И мен скоро франшизам бүкіл әлемге тарайтын болады деп. Или болмаса қыздармен свиданияда отырған кезде, ей қыз, мен скоро тренажерный зал ашам, білесің бе, и сен сол жақта мәз-мейрам болып качаться ететін боласың деп айта беретін. А бірақ қазір қарап тұрсам, ол өзіне дейтін сенімді адамдардың айтатын сөзі емес екендігін түсіндім. Потому что бұл не только сенің өз мотивацияңды құртады. Потому что сен енді адамдарға айтқан кезде, сен де олардың одобрениясын ал қойдың ғой. Ей, қараңдар, менде осындай бір грандиозный пландар бар. Мен өте құнды адаммын, мен жоғары сұрыпты жігітпін деген сияқты оларға мақтанып тұрғанмен тең дүние бұл. Ну и адамдарға сен уже олардың одобрениясын алғандай боласың да, и сен алғандықтан уже еш нәрсе істегің келмейді, себебі сен уже мақтанып алдың ғой, дұрыс па? Вот. И сол мақтанып алғаннан кейін сен сол айтқан нәрселеріңді істесең бір жөн ғой. А бірақ уже кездескеннен барып, егер де сен сол айтқан нәрселеріңді істемесең, ана адамдар саған қарайды да и айтады. Мына жігіт өзінің сөзінде тұра алмайтын жігіт екен, өзінің обещаниясын орындамайтын жігіт екен деген сияқты сенің артынан кейін потом жаман впечатление қалатын болады. Так что, жігіттер, давайте осы сәттен бастап келісіп алайық. Өзіміздің тек қана осы в процессе орындап жатқан нәрселерімізді, немесе уже орындап біткен пландарымызды ғана, сондай проекттерімізді басқалармен бөлісетін болайық. Видео түсіру үшін әдемі жер іздеудемін. Уже вообще орманның ішіне кіріп кеткенсің ғой. Мен шаршадым мен жігіттер. Болды, еще жамыр жауып кетті ме не бәле. Осы жақта түсіре салайықшы. Қателік нөмір екінші бұл өзімізді басқалармен салыстыра кету. Егер де сен менен сұрасан, әдемі қызды көре тұра онымен таныспай кеткеннен не жаман деп сұрасан, мен айтамын, әдемі қыздың қасына кетіп баратқан жігітті көріп, өзіңді онымен салыстыра кеткен жаман деп айтамын. Өзін ойлай кетші, енді сен аласында өзіңді басқа жігіттермен салыстыра бастайсың. Мынау менен қарағанда ақшасы көбірек сияқты. По-моему, ол менен қарағанда успешнырақ, или болмаса менен қарағанда мықтырақ, оның білімі көбірек деген сияқты салыстыра бастайсың. Мысалға, пляжда кетіп баратқан бір парочкаларды көріп, сен ойлайсың, мыналар өздері қараш қандай бақытты болып кетіп баратыр. Ал мен жалғызбын. Мен как-то өзімді біраз боқ сезініп тұрмын деген сияқты. Или болмаса, барып качалкаға жазылдың тренажерный залға и ана жақтағы дәу жігіттерді көресін айтасың. Ё-моё, мыналардың бәрі менен гөрі качокырақ қой деген сияқты опять порожниковый состояниеға түсесің ғой. И қалай бұлармен негізі справляться етуге болады? Мен саған қазір егерде айтсам, өзіңді басқалармен салыстырма деп айтсам, сен по-любому өзіңді салыстырасың, потому что бұл деген адамның табиғи анандай качествосы болып тұр ғой. Сондықтан да мен оны білгендіктен саған үйтіп айтпай-ақ қояйын. Лучше қалайша онымен справляться етудің жолын айт десең, саған нақты түсіну керек. Бұл жақта не нәрсені сен өзгерте аласың, және де не нәрсені сен өзгерте алмайсың. Мысалға қара, сен өзінен гөрі ұзынырақ бір жігітті көрдің, иә? И вместо того, чтобы анау менен гөрі ұзынырақ, мен қортақпын деген сияқты жылап отырғанша, лучше өзіңді өзің ретінде қабылдай біл. То есть
сен оны өзгерте алмайсың, дұрыс па? Сенің бойың ол сенің Алла тағала берген табиғи өзінің бойын. Сондықтан сен оны өзгерте алмақтан, сен оны тек қана қабылдауың керексің. Бұл солай, бұл өзгермейді деген сияқты. Ал егер де сен мысалға бір нәрсені өзгерте алсаң, например, ана жігіттер сенен гөрі качогырақ болып тұрса, ештеңе кетпейді. Сен мысалға слишком весің көп болып баратса, или болмаса арық болып баратса, мен де, кстати, өте арық болған бұрында. Барасына құрған тренажерный залға жазыласың, качаться етесің, жақсы тамақ ішесің, и все, сенің жігітің скоро мықты болып шыға келеді. Вот. Қысқаша айтарым, сен басқа адамдармен өзіңді салыстыра бастаған кезде сенде реагировать етудің екі амалы бар. Біріншісі, это мен никогда ондай жігіттер сияқты бола алмаймын деп өзінің поражениеңді признать етіп, былайынан шалқаннан құлап жату ғой. Хотя өзіңде қарап тұрсам, бұл оправдание ғой, негізі сен просто қаттырақ жұмыс істеу керексің. Ал екінші амал, ол өте көбірек уақытты алады, бірақ егер де сен басқаларды, наоборот, жетіспеушілігіңді мотивация ретінде көре бастасаң, сен өзінің стиліңді, өзінің денеңді, өзінің барлық осы уверенность дейтін ментально өзіңді прокачать етіп шықсаң, сен нағыз, таза, табиғи сенімділікке қол жеткізетін боласың. О, белка кетіп барады. Нөмір үшінші, бұл өмір бітті деп аталатын ақыл ой. Адамның қаншалықты күрту екендігін біз оның есінен танытып жібере алатын проблема мөлшерімен анықтаймыз. Біздің басымызға қиындық түссе, біз барлығымыз мынандай V-образды тәрізді шұңқырға кеп тіреле қаламыз. Қаншалықты сенің сенімді болғанына қарамастан, мына бір проблема бар, сенің тура миыңды іштей жей бастайды. Сен ойлануың мүмкін, мә жігітім, міне мені кеше ғана қызым тастап кетті, или болмаса мені кеше ғана жұмыстан уволить етіп жіберді, менің барлық ақшамды инвестировать еткен проект жүзеге аспай қалды деген сияқты айтасың. Мен барлық жағынан қадалдым, бітті, өмір бітті деген сияқты осындай тұжырымға келіп соғыласың. Бұл жағдайда егер де сен проблеманы ойлай беретін болсаң, онда проблеманың мөлшері өсетін болады. Ал егер де сен проблеманың шешімін ойлайтын болсаң, онда сен өсетін боласың. Дұрыстап ойланып қара көр. Қандай да бір жақсы және жаман жақтары болуы керек. Мысалы, жаңа келтірген ситуацияда, егер де сені қызын тастап кеткен болса, онда ойланып көр, не себепті ол мені тастап кетті екен деген сияқты. Бәлкім сен слишком оған жабысқақ болған шығарсың. Қайта-қайта оның өміріне кіріп ап, не істеп жатырсың деген сияқты сұрақтарды қойып мазасын алған шығарсың. Бұндай жағдайда лучше тогда ойланып көр, может мен оның өміріне кіре бермей, кішкене өз өмірімді дамытқан дұрыс шығар, өз өміріме біраз новыйдан проекттер жасап, новыйдан бір движняк жасап, кішкене өмірімді қызықтырақ қылғаным дұрыс шығар деген сияқты сенде идея болу керек. Өмірден келген проблемаларды проблема емес, сабақ ретінде қарастырған дұрыс. Себебі әрбір сабақ ол сені мықтырақ қылатын болады. Өмір бекерден бекер саған бермейді, себебі сені бірдеңкені түсінгеніңді қалайды. Сондықтан да мықтырақ өзінің лучший версиясы болып шықсын деген сияқты оймен саған бұндай проблемаларды басына жіберетін болады. Егер де сен барлық ақшаны жаңағыдей инвестировать етіп, бір проект барлығы жүзеге аспай қалса, онда келесі жолы сен барлық ақшанды бір жұмыртқаға салмаған дұрыс дегенді өмір саған айтқысы келгені ғой. Ал бәрекелді, егер де видеоны осы сәтке дейін көрген болсаң, онда сені шын жүректен бағалаймын. Өмірде кездесіп жатсақ, қолынан ұстап, арқаннан қақтым. Видео ұнап жатса, әдеттегідей лайк қоя сал, подписка жасай бер, себебі алдыда әлі талай қызықты видеоларды салатын боламын. Сендермен бірге болған жігіттер Нұржан өздеріне деген сенімдеріңді жоғалтпаңдар. Давайте.